кім қойды? Мен қойдым. Сенің есіміңді Кәкен қойды. Сен біздің тұңғыш немеремізсің. Әлен дейтін осы біздің Бегей ұрпағының сені қосқанда 13-ші атамыз болады. Көп тараған, үбірлі шүбірлі болған, сол Кәкеңдей болсын деп, ұрпағың тарасын деп, өз Кәкең 3 күн ойланып, ақыры осы есімді саған қойды. Сен дүниеге келгенде тұңғыш немереміз өте қатты қуанышқа бөлендік. Ұлы той жасадық. Сен артынан ерген іні қарындасының, бауырларының алдындағы тіреуі ағасы боласың. Олай болса, әжемнің жұмыс орнымен таныс болыңыздар. Менің әжем көп жылдық еңбек өтілі бар, педагог, психолог, ал анам мұғалім. Мен Кәкем мен әжемнің мақтанышымын. Кәкем мұнай саласында 40 жыл жұмыс істеді. Әжемнің ұлағатты сөздері, бала кезде айтқан ертегілері барлығы әлі есімде. Әжем ылғида ақылды бол, үлкенді сыйла, тәртіпті бол, кішіге ізеттік көмегіңді көрсет деп айтып отырады. Әжетай, мектебіміз өте күшті ұнады, бірақ мен сабаққа кету керекпін, асығыспын. Рахмет, жаным, келгеніңе. Мен енді саған балапан керемет кітап алып қойғанмын. Жұмақтың кілті жаныңда дейді. Ата-анаға әрқашанда қадір құрметпен қарауың керек. Осы кітапты оқып, ата-ананы сыйлап, ел халқыңа үлкен жігіт болып қызмет етуіңе тілекшімін. Күшті екен, рахмет.